Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың, заттың сынын білдіретін сөздер. Оқушылар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Өлеңді түсініп оқы. Спорт үйірмесі. Мектепте ашылып спорттық үйірме жатырмыз жазылып. Кім қайда барады, қай спорт түріне барса доп жарады. Бекенге бойы ұзын, баскетбол қолайлы, деп шештік ол үшін. Бөкенге баяғы жүгірген ыңғайлы, ұзын ғой аяғы. Сәкенге сүйекті, күрескен оңтайлы, сыбанып білекті. Ал бокс лайық, Сәкенге бұзақы, өзі тұр сұранып. Төкенге дембелше, штанға келеді, қара күш дем берсе. Бар мұның талабы, шахмат ойнауға, тек өкен жарайды. Оқушылар, өлең не туралы? Жарайсыңдар, бұл жерде бірнеше спорттың түрлері айтылған, е? Ал спорт үйірмесі дегенді қалай түсінесіңдер? Сендер өздерің қандай спорт үйірмелеріне қатысар едіңдер? Сол туралы кішкене әңгімелеп айтамыз. Қане, палуандар қалай күрескен екен? Қарайықшы. Көріп тұрғандай қазақша күрес жекпе-жек түрінде өтеді. Онда қос палуан қайсысы бірінші қарсыласып құлатып, иығын жерге тигізсе, сол күрескер жеңімпаз атанады. Ой, бәрекелді. Сендер спорттың қай түрімен әуестенесіңдер? Мен көркем гимнастикамен айналысамын. Онда бізге әртүрлі қимылдарды үйретеді. Я, Айзерек, көркем гимнастика биге ұқсайды. Онда серіппелі қозғалыстар, дұрыс иілу, бұралу және денені тік ұстау маңызды. Мен өскенде Әлия Жүсіпова әпкеміз секілді шебер гимнаст боламын. Жарайсың, Айзерек. Айгерім, ал сенің қандай өнерің бар? Ал мен жүзумен айналысамын. Бұл спорт түрі денсаулыққа пайдалы, әрі денені жақсы шынықтырады. Жүзгенде судың бетімен немесе астымен, қолымен және аяқпен езу арқылы ілгері қимылдау қажет. Жүзу спортының шалқалап жүзу, еркін жүзу деген сияқты бірнеше түрлері бар. Бәріміздің де келешегіміз үшін спорттық ойындардың пайдасы зор. Спортпен неғұрлым тұрақты шұғылдансақ, соғұрлым өзімізді сергек сезінетін боламыз. Айзерек, Сұлтан, Айгерім, сендер спорт түрлерінің өте көп екенін білесіңдер. Ендеше өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші тапсырмада экрандағы суреттерге қарап, ондағы спорт түрін атау керек.
Оқушылар, сендер бірнеше спорт түрлерімен таныс болдыңдар, е? Ал әрі қарай дәптермен жұмыс жүргіземіз. Екінші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Заттың сынын білдіретін сөздердің астын сыз. Оларға сұрақ қой. Доп, доп, доп. Қызыл, жасыл, көк. Доп, доп, доп. Бұдан жүйрік жоқ. Жаңылтпашты жаттап аламыз. Сұрақ қойып, заттың сынын білдіретін сөздің астын сызамыз. Төртінші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құра. Бұл жаттығуды оқушылар ауызша орындаймыз. Үшінші жаттығу, доптың сипатын білдіретін сөздерді тап. Бұл жерде сендерге доп берілген, допқа қандай деген сұрақ қою арқылы сипаттап дәптерге жазамыз. Оқушылар, кәнекей сабағымыздың соңында бір ойын ойнап жіберейік. Заттың сынын білдіретін сөздер ұясы деген ойынды ойнаймыз. Бұл жерде сендерге бірнеше сөздер берілген шатыстыру үшін. Сендер осы сөздердің ішінен тек қана заттың сынын білдіретін сөздерді ғана табасыңдар. Сабағымыздың соңын білім гүл әдісі арқылы аяқтаймыз. Бұл жерде 3 түсті гүлдер берілген. Маған түстеріне қарай гүлдерді жіберетін боласыңдар. Мысалы, көк түс болса өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Сары гүл, мен сабақты жақсы түсіндім. Қызыл, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Үй тапсырмасы 2-ші жаттығу 92-ші бетте. Сау болыңдар.